меня зовут Сагнитайчи, могу помочь? Алло, саламатсыз. Вам удобно на казахском разговаривать? Қазақ тілінде сөйлей аласыз ба? Так, сейчас, пожалуйста, ждайте на линии, я вас переведу, хорошо? Жарайды, сіз не айтып тұрғаныңызды түсіне алмадым. Қазақ тілінде. Қайырлы күн, Самархан. Менің есімім Абу Али. Қандай көмек көрсете аламын сізге? Алло, ассалаумағалейкум. Саламатсыз ба? Қалдарыңыз қалай? Рахмет, жақсы. Қандай Мен сұрақ осы сізде? Каспий KZ қосымшасы жайында, IPP жайында сұрақтар туындап тұр маған. Так, сұрай беріңіз. Сіздер қай мемлекетте жасап жатсыздар? Қазақстан Республикасында. Жақсы білесіз. Біздің қазақ тілді қауымдардан сіздерге көп ұсыныс түсті. Google Play'дан қосымшаға қазақ тілін қосыңыздар деп. 3-4 ай болды. Одан да көп уақыт кетті. Жасап жатырмыз дейсіздер, бірақ қазақ тілін көрмедік біз. Бұл неліктен, неге қазақ тілі жасалып бітпейді? Сол жайында сұрайын дегенім. Өкінішке орай ол отдел разработки. Нақты жауап өкінішке орай қайтара алмаймын сізге, Самархан. Бірақ сіз кез келген жаңағы Каспий KZ-ге кірсеңіз, ең төмен жағында жаңағы сайттар бар, иә, жаңағы ВКонтакте дейді содан тағы Инстаграм. Сіз қолданатын сайттың біреу бар, міндетті түрде. Сіз жерге өзіңіздің жаңағындай тілектеріңізді болмаса оның барлығын жазып, одан біз жасап жатырмыз дейді. Бірақ бұл шынтуайтында бұл 3 күндік жұмыс. Мен өзім программистпін. 3 күнде қазақ тіліне аударып тастауға болады. 3 ай, 3 жыл уақыт кетпейді. Ал қазақ тілінің осы қосымшадан алатын памяты 3 MB, 4 MB-ден аспайды. Сондықтан бұған қазақ тіліне бір қарсы жұмыс жасап жатыр ма, жоқ, көзгілгісі келмей ма, сол турасында ғана сіздерден бір сұрақ жауап алғым келеді. Неліктен бұлай? Негізі оның бәрі жасап жатыр, разработка дейді жасап ғой. жатыр ғой сонда. Жасап жатыр, енді өкінішке орай нақтысын білмеймін. Мен финансовый консультантпын. Түсінікті, енді көптеген клиенттерді ойласаңыздаршы, қаншама орыс тілін түсінбейтін қазақтар бар, миллиондаған қазақ бар. Мысалы, Өзбекстаннан, Ауғанстаннан, мына Қытайдан келген қандастарымыз орысшаны мүлдем түсінбейді. Біз орысша үйрену үшін, мысалы мен 30-дағы адаммын. Маған орысша үйрену үшін енді бір 10 жыл, 5 жыл уақыт кетіп қалатын шығар. Бірақ соған дейін бізге қазақ тілінде көмек көрсетуге болады ғой сіздер үшін. Аса қиын емес. Міндетті түрде ол қазір ол сұрақ қазіргі сәтте разработкада. На стадии разработки дейді, әлі жасап жатыр. Сіз айтыңызшы, басшыларыңызға айтыңыздаршы, қазақ тілінде болсын. Мен Каспий жамандайын деп отқан жоқпын. Өте жақсы жұмыс жасап жатсыздар. Өте қолайлы бұл халыққа. Интернет-магазин болсын, барлығы 5 деген баға беремін. Сол болмай тұрған жері қазақ тілі жоқ. Тек қана қазақ тілі жоқ. Сізбен келісемін, Самархан, бірақ міндетті түрде біздің сөзімізді тыңдайды жоғары жақтағы басшылар, содан кейін тағы да міндетті түрде өздеріне есепке алады оны. Жарайды, рахмет сізге. Сізге рахмет қоңырау шалғаныңызға. Сау болып тұрыңыз, Самархан. Жарайды, сау болыңыз. Өздеріңіз көріп отқандай, Каспий қосымшасына хабарластық. Каспий компаниясының не себепті оны қазақ тілінде аудармайды, неге қазақ тілін көзге келмейді, сол турасында жауап алдық. Бұл тек қана менің ісім емес, әр қазақ осылай жасау керек. Қай жерде қазақ тілі тапталды, қазақ тілін кімдер көзге келмейді, оның бетіне басуымыз керек. Одан жауап алуымыз керек. Сонда ғана қазақ тілінің күнделікті дамуына, өркендеуіне, оның бет-беделінің артуына үлес қосамыз біз. Әрдайым осылай жасаңыздар. Сіздермен болған Талғам Сізде каналы, YouTube-тағы каналға жазылыңыздар әрдайым. Біздің Telegram, WhatsApp бүкіл әлеуметтік желіде бармыз. Телеграмда қазақша Telegram деген каналымыз бар. Ода қазақ тілінде, Телеграмды қазақ тілінде пайдалану және бүкіл IT саласына қатысты информациялар береміз. Әрдайым бізбен бірге болыңыздар, қолдаңыздар, біз де сіздерді қолдаймыз. Біздің мүдде қазақ тілінің мүддесі, біздің мүдде қазақ тілінің рухы. Әрдайым осы екі бағытта жұмыс жасаймыз. Сіздер бізге көмектесіңіздер, біз сіздерге көмектесеміз. Ол ұлттың тілі, ұлттың болашағы әр қазаққа қатысы бар. Ол бағасыз құндылық. Бағасыз құндылықты біз әрдайым рухын асқақ, мәртебесін биік қоюымыз керек. Ол ешкімнің аяғына таптауға, оны обалды етуге болмайды. Ол обалды болған күні бүкіл халық обалды болады. Бүкіл қазақ халқы обалды болады. Обалды болу деген қалай?
біреудің босағасында телміріп жүру, құл болу былайша айтқанда.